Естіліп тұр ма, Әсем ханым? Иә, естіледі. Сәлеметсіз бе? Армысың, бармысың, қазақ деп шығайық. Армысыз. Самооценка топ дейді. Мен енді марафонға 5 рет марафон өттім ғой. Бірінші марафонды өте салып мен пәтер сатып алдым. Бұрында мен енді Әсемнен басқа да бақсы емшілерге бәріміз барамыз ғой негізі. Проблемалар болған кезде сонда маған бір тәтем айтатын ылғи. Үй аласың, міне пәтер аласың деп, сонымен неше жыл өтті, қашан аламын мен мына пәтерді деп. Содан енді ол біз енді білмейміз ғой, не ұстап тұратын, жолым жабық болды ма, жолым сондай. Бірінші марафон алған кезде мен енді бірдеңкеден өзіміз түсінбейміз, бірдеңке болса, ой қайдан деген ой келіп тұрады ғой. Содан кейін мен пәтерді көп жылдар бері алмай жүргеннен кейін өзімде андай енді армандайсың ғой, бәрі қашан алады екен деп, бірақ өзім ішімнен бір деңке ұстап тұратын да. Содан арылдым. Содан марафон өткеннен кейін бір 4 күннен кейін бе, мен уже пәтердің құжаттарын бәрі қалтамда болды ғой. Өзім таң қалдым. Оны Әсем ханымға да айтқан жоқпын. Бәрі вообще секрет болды ғой үйді. Бәрін алып болғаннан кейін. Одан кейін ең қызық нәрсесі, мен үй алғаннан кейін көшесің, әйтесің, бүйтесің ғой. Мен өзім жалдап отырған үйімді сатып алдым ғой. Қалай тұр, жиһазымен, в общем, бытовой техникасы қандай бәрі бар. Сол қалпы, сол пәтерде қалдым. Басында өзім сенбей жүрдім да, қызық бір. Осы пәтерді арендаға алып жатқаннан кейін, арендада тұрып жатқан сияқтысың, бірақ өзің санаңмен түсінесің бұл пәтерді сатып алғаның. Сөйтіп өзі сондай бір күшті менде өзгеріс болды өмірімде. Содан бері уже әжептәуір уақыт өтті. Жақсы болды. Содан кейін марафонға 4 рет қатыстым. Былтыр жаңа жылда ұлымыз бізге не сыйлаған болатын, саяхатқа, путевка. Соған жаңа жылдан бері әне барамыз, міне барамыз деп жүрдік те, жол түспей, бір ыңғайы келмей. Содан сентябрьде жол түсіп, шетелге өмірімде бірінші рет барып қыдырып келдім. Ол да мен жолымның ашылғаны. Содан кейін жаман ой ойлай беретінмін да. Айту бірдеңке болып тұрса, артынан бір жаман бірдеңке шыға келетін сияқты, бір қатты армандап кетсең, ойбу, бір ограничение болады ғой, сондай болатын да. Бір ойың асқақтап кетпейді. Тормоз қойып қоясың орта жолда өзің. Өзіңді тоқтатып қоясың. Сондай болатын да. Содан арылдым. Жақсы ой ойлауды үйрендім. Жалпы, қазақта не бар ғой, мақал, енді көп қой мақал деген. Жақсы ой жарым ырыс деген. Жақсы сөз сөйлеңдер, жақсы ойлаңдар деп отыратын ғой бұрынғы апаларымыз. Шын мәнінде солай ғой негізі. Соны үйрендім. Бұрыннан бері естіп келіскен сөздеріміз ғой, бірақ біз оны түсіне білмейтінмін да соңына дейін. Оны қалай жұмыс істейтінін, бұл өзіңе қайтып келеді. Кез келген нәрсе өзің жасаған жақсылығың болсын, жамандығың болсын, өзіңе қайтып келеді. Соның барлығын біз сезіне бастадым да, енді қалай жұмыс істейтінін. Сондай өзгерістер бар. Жалпы өзгерістер менде өте көп. Өзін жақсы сезінем. Бұрын мен демалыс дегенді ойға алмайтынмын. Демалу деген жоқ, әйтеуір жұмыс, жүгіріп барып келесің, тоқтаусыз болады ғой. Белка в колесе дейді ғой, орысша айтқанда. Жүгіріс өзін өмірдің мәнін де ұқпай қаласың. Қазір мен өзімнің ойымды жақсы жағын, жаман жағын көріп ажырата аламын да. Бұл өзі керемет сезім да, жақсы. Өзіңді еркін сезінесің, андай бір свобода действий дейді ғой. Соған да жеткен, құдайға шүкір.
өзгерістер көп енді. Енді жалпы кісілерге не айтам? Марафонға кіріңіздер. Марафон деген өте керемет әсерлі нәрсе. Жолдарыңыз ашылады, ойларыңыз өзгереді. Өзіңіз өзгергеннен кейін маңайыңыздағы адам өзгереді. Жағдайлардың бәрі өзгере бастайды да. Проблеманы ойбай, проблема деп қарамайсыз. Ол проблеманың шешімі бар екенін, ол шешімі өзі келеді да. Енді жақсылыққа жору керек. Ол бізде мына жамандар арбайды ғой. Сыбырлап тұрады саған. Оның сен көбі түсінбейміз ғой енді, не себептен болып жатқанын. Ал сол жамандардың жабысқаны, олар бір жолда жабысып алады ғой саған. Олардан қалай арылуды өзің мысалы жасай алмайсың, білмейсің, ұқпайсың, көрмейсің деген сияқты. Мына марафон кезінде соның барлығынан тазаланасыздар. Адам өзі энергетикасын тазартқаннан кейін адамның ойы да өзгере бастайды. Ойы, бойы, мысалға біз кез келген адамға қарасақ, өзіме сондай ой келді жақында. Адамда жаңа киінген киіміне қарап, мысалға адам ішкі дүниесін түсінесің да, мысалға. Бір адамдар болады, бір әдемі болып жүргілері келеді үнемі, боянып, сөйтіп өмірге риза болып жүреді да, мысалға. Кейбір адам керісінше қап-қара киім киініп, қабағы тарс жабылып, жан-жағына қалған адамдар артынан келгенді теуіп, артынан келгенді тістеп, даже общественный транспортқа отырғанда көресің ғой, даже адам итеріп, айтып, жынданып жүретін адамдар болады. Олар кәдімгі негативті жинап алған адамдар да. Так өзім түсінгенім, Әсемнің марафоны бұл бұрынғы іште қалған бір бала кезден келе жатқан бір стресстар болды ғой. Өзің ойыңа сіңіп алған, сен содан шыға алмай қаласың да, сонымен өмір сүріп, ары қарайғы өміріңде барлығында сол стрессіңді қолданып, бір защитный не болды ғой, реакция. Сонымен біреу бірдеңке десе, анаған аф деуге дайын болып болды ғой, сондай болады. Соның барлығынан астар. Одан кейін астральный чистка бар ғой. Адам туғаннан бері келді. Мен онда өттім ғой. Ой, оны өткен кезде кәдімгідей мен жас тоқтамай жыладым ғой. Сол кезде мен өзімнің анамның, марқұм анам қазір жоқ, сол кезде маған аяқ ауыр кездегі переживания дейміз ғой, солардың барлығын кәдімгідей сезіндім ғой. Білмеймін ол қалай келетін, бірақ сол чистка кезінде бар ғой, кәдімгідей соның барлығы толғаныста болып, өз басынан сол сәттер бәрі өтті ғой. Көп жыладым ол кезде. Сонда мен өзім бала кезінде екінші баламын үйде. Мен мамам маған ауыр болған кезде мені сұраған ғой. Сонда мені мамам босанғаннан кейін ағайындарға беру керек болғанда, соны мен сезіндім. Адам аяқ ауыр кезде баласын туады, сосын беру керек, мысалға да, ол қимайды ғой бәрібір баласын. Сол кезде сонда өзім соның барлығын переживать етіп шықтым ғой, кәдімгі астральный чисткада. Көз жеген паршам шығып, жасым ағып кәдімгідей. Бірақ менің мамам енді өзім бермеймін деп айта алмайды ғой ол кезде. Мамам енді қимаған ғой, жылай береді екен түнде. Содан енді әжеміз айтқан ғой, қой мынау тым балажан екен, қимай берген бала тоқтамайды деп, мені, тастамай қой, алып кет деген ғой бала. Сон мама мені алып кеткен. Бірақ енді аяқ ауыр кезде, одан кейін мен босанғаннан кейін 6 ай жатқан ғой. Сол 6 ай болып переживать еткен ғой. Мысалы күнде баланың өсіп келе жатқанын көресің, оны емізесің, иіскейсің, одан кейін күнде қоштасу былай қарап отырсың ол баламен. Кәдімгі стресс қой. Соны мен кәдімгідей сезініп, тура бар ғой, білмеймін. Әйтпесе бұрында былай енді білетінмін ғой, тастап кету керек болған, алып кеткенін деп, оның бәрін. Сонда мен қатты риза болдым да шешеме. Саған біз, например, енді былай білгенмен, бұның сезініп, дәл сол моменттерді қайтадан переживать етіп шығу деген бір, сонда мен өзім мамамның қаншалықты мені жақсы көргені, қаншалықты мені қимағаны, одан кейін қатты риза болдым да.
сол астральный чисткада өттім, вообще керемет. Сондықтан енді ол барлығыңызға мүмкіндік бар оған. Бардан айтады ғой, в каждом человеке живет маленький ребенок деп жатады ғой психологтар. Сол бала кезден қалып қойған травмалар бар, өздеріңіз түсініп түсінбейтін нәрселердің барлығымыз астральный чисткада прям кәдімгідей ашылып ойларыңызға келді. Мен сол астральный чистканы өткен кезде мен ойлаған жоқпын, дәл сол моменттен басталады. Мен дәл сол моменттен басталып, одан кейін ары қарай кетті ғой. Сол керемет күшті тазару болды. Өзім бір ішімде бір өкпе реніш сияқты бір нәрсе болатын да, бірақ түсініксіз нәрсе болды ғой, неліктен екен, белгісіз. Вот содан құтылдым. Сондықтан марафон, астральный чистка бар. Не жақында мен нені өттім ғой? Позвоночник тазалау. Сол позвоночник тазалау кезінде мен ссылка жібердіңіз ғой? Сол күн мен өзім қатты көңіл аударған жоқпын. Содан кейін ойлап қоям, что-то омыртқам бар ғой, кәдімгідей ауыра бастады ғой, солқылдап, өзі бір қызық болып қалды да, бір мәдім, мәні ауырмайтын сияқты, мынандай болып ауырмайтын енді. Сол уже сол кезден бастап ем басталады. Ақша төлегенден бастап, сол минуттан, сол моменттен бастап чисткаңыз уже басталып кетеді. Содан сол марафон кезінде маған ой келе бастады. Мен интернетқа кіріп квартира қарай бастадым, айттым, бүйттім, квартира қарауға барам. Өзім қалтамда көк тиын ақшам жоқ, бірақ квартира көруге барам. Білмеймін неге екенін. Содан айланып келіп, короче, бір квартираны барып қарап келгеннен жолдасым айтты, сен сұрасайшы мына үйдің хозяйкасынан. Может, сататын шығар деп. Содан жарайды дедім, қызық ана бір, ай, ладно, спрошу дедім. Содан енді, как будто бір сондай, білмеймін неге, сонда оғанда айтқызып тұр ғой сол кезде. Содан звондаған жоқ, мен жазып жібердім, сондай пәтер сататын ойыңыз жоқ па деп. Соны маған жазып жіберіп, а почему вы спросили деп. Мен сонда мен пәтер іздеп жүрмін деп. Соны бір мен сөйтіп сұрағаннан кейін маған звондап жатыр да. Вы знаете, Гаухар, я, говорит, только, говорит, вчера, говорит, подумала, надо предложить Гаухар квартиру, дейді, ал керек болса. Представь себе, содан уже, видишь, уже процесс пошел, сен білмейсің, бірақ өзі саған уже бағана хозяйкаға да ой салып тұр, жолдасыма да айтқызып тұр, анаған звонда деп болды ғой маған. Сөйтіп звондадым, содан мен сұраған бағасына берді ғой. Мен айттым, осындай суммаға ғана аламын деп едім, оймен ойланып көрейін деп, 10 минуттан кейін звондап тұрып, жарайды деп. Ал керек болса. Сонымен, ал оның алдында мен түс көрдім. Енді мен бұрынғы үйінде, ол үйге енді көп ремонт жасадым. Біздің үй болғаннан кейін алған бірінші үйіміз. Сол үйде прям кәдімгідей, наверное, энергетический привязка болды ма. Бірақ ол үй маған берекелі, құтты үй болған. Сол түсінде сол үйіме барып айтады екенмін да, ну все, мы с тобой прощаемся. Блин, орысша айттым ба, қазақша айттым ба енді. Сенімен қоштасамыз, біз енді мен Астанадан 2 бөлмелі пәтер алдым деп. Түсімде сөйтіп айттым да, соны оянғаннан кейін өзім ойлап қойым, мынау қызық болып жатыр ғой деп. Өзім қуанып кетті, бірақ біреуге айтайын десем, тағы да не бір айтады ғой, удачу упустишь деген сияқты, оны айта алмай. Содан бәрі сондай бір ойлар келе бастады, қозғалыс басталды. Сөйтіп мен бір айдың ішінде болған, сол марафонынан бастап қой, барлығы марафон біткеннен кейін бір ай болмай. Марафонның 4 күннен кейін мен уже квартираны толық атымызға шығарып алып, құжаттарымызды қолымызға алып отырдық. Жолды ашу керек. Жолды ашып беретін Әсем ханымға жазыңыздар, қосылыңыздар. Қиналып жүрген адамдар қас көп қой. Оның барлығы сол біздің жолымыз, энергетикамыз жабығынан, тіл көзден. Содан кейін отбасында энергетика түзелді. Басқа адамдарға да көрсінші, білсінші, осыны өзгеріс болсыншы деген оймен айтамыз да біз. Содан қатысыңыздар, кіріңіздер. Бұның жаман нәрсе болмайды 100%.
тек қана жақсылық болады.